Көктем келгелі көшелерде тазалық сақтау мәселесі күн тәртібінен түсер емес. Қыс бойы қар астында қалған күл-қоқыс қалқып шығып, оны төккендерге айып салынып, сенбіліктер ұйымдастырылып жатады. Жылма-жыл осы. Мұндайда тазалық ұдайы жинастыратын жерде емес, тазалық ластамайтын жерде сақталады деген ежелгі қағида еске орылады. Саясаткерлер мен экологтар үнемі қоғамда жоғарғы мәдениетті қалай қалыптастырамыз деген сауалға жауап іздеуде. Жақсы әдетті бала кезден бойға сіңірген дұрыс шығар. Әлбетте, бірақ бұл жерде ата-ана біткеннің бәрі тәрбие жұмысымен түбегейлі айналыса алмайды деген күдік туады. Сенбіліктерге үлкен-кіші жаппай қатынастырылса қайтер еді, сол істеліп те жүрген жоқ па? Одан күл-қоқыс азайып жатыр ма? Не істеу керек? Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірі бойынша бұл мәселе жөнінде қатаң заң керек. Астананы дамыту жөнінде өткен жиында ол Сингапур мен Малайзия тәжірибелеріне тоқталды. Темекі тұқылын лақтырғандарға салынатын айыппұл $1000 дейін барады. Жаяу жүргінші жолына түкіргендер $3000 төлейді. Сырт қарағанда мұндай жазалар тым артық сияқты да көрінеді. Алайда осындай шешім қоғамдағы жоғарғы мәдениетті қалыптастыруға сеп болған. Ондай нәтижеге қысқа уақыт ішінде тәттімен алдап, немесе педагогикалық әдістерге жүгініп, қол жеткізу мүмкін емес еді. Бүгінгі таңда Сингапур әлемдегі ең қауіпсіз ел саналады. Онда қандай болсын, қару алып жүруге жол жоқ. Қорқыту, үркіту, кісі тонау оқиғалары орын алмайды. Елбасы осыны үлгі етті. Ұсақ-түйек заң бұзушылықтар түп тамырынан қиылған кезде үлкен қылмыстардың да жолы қиылады. Өйткені әркім қылмысы үшін жазасыз қалмайтынын біледі. Білген соңда айылын жияды. Елбасы ескертуінен нәтиже шығаруға Астана белсене кірісті. Ертеңін-ақ жүріп келе жатып, машинасы әйнегінен темекі тұқылын лақтырған 300-ге жуық жүргізуші тоқтатылды. Темекі қалдығын лақтырғаны шекілдеуік шағып, балағат сөз айтқан үшін астаналық полиция қызметкерлері 2000 құжат толтырды. Ақмолалық полиция бұл бастаманы жалғастырып әкете алама. Біздің облысымыздың тұрғындары көшенің ластаған үшін қомақты қаражат төлеуге дайын ба? Мұны тілшіміз Достық Талғатұлынан білейік. Тазалық талаптары қатаң сақталу қажет. Тәртіп сақшылары қоғамдық орындардың тазалығына барынша назар қойып отыр. Қаланың санитарлық жағдайына немқұрайлы қарайтындарға қолданылатын жаза қатаң. Жеңіл заң бұзушылығы үшін 3-тен 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлесе, шектен шыққандар абақтыға тоғытылады. Шылым шекке жатып, оны лақтырып, қағаздарды лақтырып, қатты жаман сөздерді сөйлеп, осылай ондай болмау керек, ондайға жол бермеу керек. Атап еткен іс-әрекеттерді жасаған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Немесе 15 тәулік мерзімге дейін әкімшілік қамауға алынады. Көктем мезгілі Көкшетаудың коммуналдық қызметі мен санитар мамандар үшін нағыз қарбалас сәт. Жаз бойы осы сала жұмысшылары аянбай тер төгеміз дейді. Күзде де тазалық сақшылары тынымсыз еңбекте. Ал кей тұрғындар аула, көше тазалығына бас қатырмай, еңбегімізді бағаламайды дейді олар. Сондықтан да жаңа заңның орындалуын толық қуаттап отыр. Есть культура выброса мусора, в конце концов. Шындап келгенде қоқыс тастаудың тәртібі бар. Оны арнайы қапшыққа салып контейнерге лақтыру керек. Көп тұрғындар осы қарапайым талапты орындамайды. Контейнер маңына тастап кетеді. Одан да сорақы жайттар орын алып жатады. Мәселен, үйдің кіреберісіне қалдырып кетеді. Балконнан лақтыра салады. Міне осындай адамдарға қатаң жаза қолдану керек. Тұрғындардың бірі жаңа заңның орындалуын қолдаса, енді бірі оған біздің қоғамның әлі дайын еместігін айтады. Себебі әзірге қоқыс салатын шағын жәшіктер барлық орындарға орнатылмаған. Біздің қалада өте осындай аз мусор ящиктер өте аз тұр. Өте каждый угол вообще қою керек оны. Өйткені жастар мысалы олар асығады, бір жерге барады, бірақ оны тастауға ешқандай жоқ естіме. Сондықтан мен ойымша әр остановкада осындай не болу керек. Осы мусор ящик. Мына шемішке шаққандарды бәрін жастарды үйрету керек. Конечно, штрафовать ету керек. Барлығында все. Ол шемішкені шағып отырады. И айтсаң өзіңіз шақылдап бірдеңелерді жауап береді. Тазалық сақтамағандарды 15 тәулікке темір торға тоғыту жайында не дейді? Жалпы штраф бұл жақсы болады, штраф. Ал қамау бұл уже қамауға келсек, ол же тек қана осындай адам болып кеткен адамдар ғана қамау керек. Если тәртіпсіз тәртіпті бір рет, екі рет етсе, сол үшін үшінші ретті жабу керек.
Осы күнге дейін облыс бойынша жаңа заңға қайшы әрекет жасаған 155 адам әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлеген. Әзірге ешкім қамауға алынған жоқ дейді тәртіп сақшылары. Үкіметте қабылданған заңды қоғам әлі қабылдауға дайын болмағанымен, заман талабы тазалықты қажет етеді. Себебі лас аула мен лас ауа, қоқыс шашылған көшелер өркениетті ел талабына жат құбылыс. Вот мы говорим... Біз осы Германия елі қандай таза деп тамсанамыз. Себебі оларда заң орындалады. Біздің заң талаптары олардан еш кем түсіп жатқан жоқ. Мақсаттары бір, талаптары бір. Ал біз әлі де болса заңға бағына алмай жүрміз. Экономикасы дамып, халқының әлеуметтік әл-ауқаты жоғарылап, тұрмыстық деңгейі артып келе жатқан мемлекеттің кенже қалған тұстары болмауы шарт. Мұндай елде қоғамдық тәртіп пен санитарлық жағдайдың жоғары болған абзал. Себебі сырттан келген сыншы көзге осы тұрғыда осал көрінсек, елге деген жалпы пікір басқа жетістіктерге қарамастан өзгеріп сала бермек. Ол бірделік. Екіншіден, санитарлық талаптың сақталмауы адам ағзасына қауіп төндіреді. Үшіншіден, тазалыққа немқұрайлы қарай отырып, жас ұрпаққа қандай тәрбие бермексіз. Бесіктен белі шықпаған жас буынға не көрсетсең, санасына сол сіңіп қалады. Жас талды қалай есең, солай өсет демекші. Қала бойынша шынымен де қоқыс жәшіктері аз. Дегенмен, заңның аты заң. Оның алдында бәріміз теңбіз. Сондықтан да осындай қоқыс жәшіктерін тауып алып, соған барып қоқыс тастағандарыңыз дұрыс. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта осындай қоқыс жәшіктері қала бойынша көбеймек. Достық Талғатұлы, Дадияр Омаров, Апта.